Оқушылар, енді орында біздің кезекті тапсырмамыз бургер әдісі. Мен сіздерге қазір алдарыңызға жоспар таратамын. Бұл поезд бойынша жазылған жоспар, бірақ та бұнда жоспарлардың орындары ауысқан. Ал сіздер оны дұрыстан тауып, осы қазір бургерге рет-ретімен жазасыздар. Осыған жазасыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поезд бойынша жоспарды барлығымыз білеміз ғой. Осы поездың желісі бойынша тез-тез орындай қойыңыздар. Жоспарды барлығымыз білеміз ғой, мазмұнын, сол мазмұнның желісі бойынша қайсысы бірінші, қайсысы екінші. Ең бірінші аяқ не істейді? Қайда келеді? Ауылға. Аха, дұрыс. Сосын аяғының ауылға келуі, одан кейін не істейді ауылдың балаларымен? Ауылдың балаларымен танысады, ауылдың балаларымен танысады, одан кейін ойнап жүріп аяғын қайдарады. Аяғын қайдырғаннан кейін балалармен ойнап жүрген кезде әжесінің қазасын істейді. Ертегілерін айтып болғаннан кейін Жусанның исін еске алып, ағасын киімді. Tez ne olur? Bulduk mu? Evet, kızım. Dostu coştu. Basın oku, odan ayağın yere satın. Birisi ayağının avuğa geliyor. Aha. Varlığınızda solay mı? Evet. Aha. Sosun ikinci? İkinci ağaçlı dostlarıyla tanıştık. Aha. Avluya balarıyla tanıştık ya, sosun? Sosun onun ayağının tobuğa tayıyor. Aha. Жақсы. Dördüncü ertesinin kazası. Ya, dürüst. Beşinci ayağının yırtıkları. Aha. Ayağının kızıklı yırtıkları ya? Aha. Beşliğin neresi olur mu? Altıncısı Jusan iyisi.
Aha. Жетіншісі қырмандағы қызу жұмыс. Aha, яғни қалғы жұмыстары, иә? Сегізіншісі қаралы қағаз. Aha, ағасынан қаралы қағаз келуі. Тоғызыншысы айымның балалар үйіне кетуі. Aha, жақсы. Оныншысы айымды еске алу. Aha, жақсы. Барлығыңызға солай ма? Резервтен солай ма? Aha, Айжан сізде? Aha, жақсы. Ал енді осы әдістен кейін өзімізді бағалап жіберейік. Жаңа бірінші оқыған Хасан, иә? Хасанға кім қандай баға қойды? Резерв. Алдыңызда тұрған бағалаумен бағалай қойыңыздар. Айжан? Бағалаңыз, Хасанның айтқан жоспары қалай болды жаңағы? 9. Мирас, қалай бағалайсың Хасанды? Тез. 9. Резерв? 10. Аха, жақсы. Мирас қалай айтты? 9. 10. Аха. Жақсы. Енді олар біздің кезекті тапсырмамыз интервенцияда тақтамен жұмыс. Повесть бойынша бұнда сұрақтар берілген, санды басымен келсе, бұның жауаптары шығады. Сол кезде жауаптар берілгеніз. Кәне, кім шығады ең бірінші? Так, Бизара келе ғой. Аяғын салып берген сызықшы. Кім? Асылбек. Аха, Асылбек салайын. Асылбек. Аха, жақсы. Екіншісі. Балалардың арасында тырнауға таңып кеткен бала кім? Кім тырнауға таңып кеткен балалардың арасында? Қосым. Қосым? Аха, жақсы. Аха, жақсы. Рахмет. Енді екінші кім шығады тағы да? Резерв рахмет отырады. Кім? Шық, Айжан. Оқын, сұрақ қандай? Ауыл балаларына әріп үйреткен мұғалім. Иманжан. Иманжан, иә? Аха, жақсы жазады. Аяның сиырының түсі қандай? Қоңыр. Қоңыр, аха. Дұрыс па балалар? Аха, жақсы. Қане, келесі. Мирас шыға ғой. 5-ші сұрақ. Балалардың атанған кім? Есікбай. Аха. Балалардың арасында атанған Есікбай, иә? Есікбай. Дұрыс па? Ал дұрыс. Қосымның ағасы кім? Тұржан. Тұржан, аха. Тұржан қандай кейіпкер? Жақсы кейіпкер ме, жауап ма? Қатыгез, иә. Қатыгез болып не істеді ол? Аянды мұқтаған кезде оны тепкілі болып тұр. Аха, дұрыс. Ол қайда барып келген? Қораның үстінде. Жоқ, Тұржан қайда болған? Қан көріп түрін бұзылып келді деп айтады ғой? Соғыста болған. Аха. Қане, Хасан. Соңғы сұрақ бізде қалған. Аянның жақсы досы. Жақын, ең жақын досы кім Аяның? Сайын Мұратбек. Аха. Ол кісі кім? Автор. Автор, иә? Аха. Аха, жақсы. Болды осыны. Дұрыс па бәрі, иә? Аха, жақсы. Ал енді балалар, біздер қазір көгершін әдісі, бұл жерде әр көгершінің астында сұрақ-жауап белгілері, сұрақтар белгіленген. Сол келіп, сұрақтарды алып, оқып, жауабын айтамыз. Кәне, кім бірінші шығады? Кәне, Хасан, шыға. Кез келген таңда, сіз дауыстап оқып, яғни сөйлеп салып болып та. Сайын Мұратбек қай жылы дүниеге келді? Аха. Қай жылы дүниеге келді? Сайын Мұратбек. Соғыстың алдында, иә? Сайын Мұратбек
1936 жылында келген, иә? Аха, жақсы. Келесі сұраққа ал. Кез келген. Аянның әжесі қайтыс болғаннан кейін кімді аналады? Бапан шалды, Бопай. Бопай шал. Иә, Бопай шал кімнің туысы болып керек? Әжесі Арман туысы. Аха, жақсы, рахмет. Отыра ғой. Кәне, Мирас. Тез етіп алды, бар. Мирас, сен аяғын дайын тұр. Әңгімедегі кейіпкерлерді атады. Аха, қандай кейіпкерлер бар әңгімеде? Есікбай, Тұржан, Аян, Аха, Сайын Мұратбеков, аха. Жаңағы? Қосын, Қосын. Тұржан, Аха. Мұғалім бар, иә? Иманжанов, Аха. Асылбек, Аха, Асылбек сыншы. Аха, жақсы. Тағы бір сұрақ. Бопай. Аха, тағы бір сұрақ. Аянның ағасы соғыстан оралды ма? Аха. Аянның ағасы соғыстан оралған жоқ. Аянға қаралы хат келді. Қаралы қағаз келді, иә? Яғни ағасы соғыста ерлікпен қаза тапты деген қаралы қағаз келді, иә? Аха, жақсы. Аяққа келе аламыз. Аянға көмек берген сынықшының аты кім? Аха. Асылбек. Асылбек сыншы, иә? Аха, жақсы. Ол жаңа сұрақ біздің сөз жауап кездескен болады. Аха. Әжәлдің нәтижелері дайын отырмыз. Оқиға қайда болды? Аха. Оқиға қандай таудың бөктерінде болды? Ешкілес. Аха, жақсы. Отыра бол. Резерв сұрақ бол. Аянның ұстазы кім? Әр үйреткен мұғалім кім? Мұғалім Иманжанов. Аха, жақсы. Резерв медицина қатысамыз. Резерв өз жауап береді. Аян сауат ашқаннан кейін соғыстағы ағасына не жібереді? Әріп таниды ғой, мектепте үйренеді, әріп танып жазуды сызуды үйренеді, одан кейін ағасына не жібереді? Не жазып жібереді? Хат, аха, жақсы.